дастархан санымыз. Біз не сонда дастарханды көмейтеміз ба? Иә. Біз де сәніміз. Алинар, тұр, әжем үйіне наурыз көжеге барамыз. Білесің бе, Зарина? Менің түсімде ұлттық тағамдар көрді. Ол адам тіліндегідей сөйлей алады екен. Олардың ерекшеліктері бар екен. Зарина, мен наурыз көжені ішіп көргем, ол өте дәмді. Наурыз көжеге қандай заттар қосылады? Наурыз көжеге әртүрлі дәндер қосылады. Әр дәнді салғанда тілек айтып саламыз. Су тілшілік көзі. Ет саламыз. Тұз қосамыз. Көжемізге дән берсін. Бидай, май. Күріште көп болайық. Сүт қосамыз, ақ мол болсын. Ендеше дүкенге барып қажетті заттарды алып келейік. Медина, мынандай әдемі құрақтарды үйретем саған, дәу болғаныңда, иә? Осыларды құрап, мыналарды нәзіктерді тігеміз былай. Сәлеметсіз бе, әже? Мен сізге достарыммен бірге келдім. Армысыңдар балалар, дастарханға жайғасыңдар. Мен мына дастарханға бата беріп жіберейін. Білегімді жаяйын, тілегімді айтайын. Бақ қарасын, қыдыр дарысын, кетпес дәулет, кең пейіл берсін. Үлкен азамат, азаматша боп өсіңдер, елдің баласы болыңдар, армандаған мақсаттарыңа жетіңдер. Әумин. Әже, біз сізге наурыз көжеге керек заттарды әкелдік. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, мен сендерге наурыз көже жайлы тарихын айтып берейін. Ертеде адамдар топан су болғанын айтады. Сол кезде Нұх пайғамбар кемеге адамдарды, жануарларды салып аман алып қалады. Ұзақ уақыт топан су тоқтап, кеме жерге тоқтайды. Бірақ адамдарда азық түлік азайып қалады. Сол кезде Нұх пайғамбар кемедегі адамдарға айтады. Кемеде қалған барлық тағамдарды бір жерге жинаңдар, дейді. Адамдар қолдарындағы бидай, тары, ет, су және де сүт сияқты тағамдарды бір жерге жинап, қазанға салып, барлығына жететіндей тамақ әзірлейді. Сол тамақты бәрі бірге ішіп, аман қалғанына қуанып, бір-біріне жақсы тілектер айтады. Содан бері әртүрлі тағамнан дайындалған тағамды, әртүрлі дәннен дайындалған көжені береке мен молшылықтың белгісі деп санайды. Қазіргі дәстүр бойынша наурыз мерекелерінде дайындалатын наурыз көже осыдан аңыз шыққан. Ал балалар, маған наурыз көже дайындауға, отын жаруға көмектесіп жіберіңдерші. Ал кеттік. Қазанға су құйып ет пісіреміз. Сорпаға 7 түрлі дән қосамыз. Сосын тұз қосып араластырамыз. Салқындаған соң айран, құрт қосамыз. Дайын болған наурыз көжені қонақтарға, көрші қолаңға таратамыз. Ұлттық көне тағамның бір түрі тары талқанды жасау үшін тарыны қуырып аламыз, келіге түйіп, қол диірменге салып араластырамыз. Дайын талқанға шекер, сары май, мейіз қосып араластырып жент жасаймыз. Айранды қазанға құйып, қайнатып аламыз. Қоюланған айранды қалтаға құямыз. Дайын сүзбеден құрт жасаймыз. Құрттың құрамында кальций бар. Адам ағзасына өте пайдалы күш-қуат береді. Ал балалар, енді дайындаған наурыз көжеміздің дәмін көрейік. Ас болсын балаларым. Рахмет, әже, наурыз көже дәмді бопты.
ас болсын балалар. Әже, менің наурыз айындағы тақпағым бар еді. Осыны айтып берейін. Айта ғой балам. Наурыз келді еліме, наурыз келді жеріме. Байлық бақыт тілеймін бүкіл қазақ еліне. Ой, жарайсың балам, жарайсың. Ал асқа бата берейін. Аумин. Бақ қарасын, қыдыр дарысын, кетпес дәулет, кең пейіл берсін. Дастарханымыз молшылық болсын. Келе жатқан наурыз мерекеміз құтты жыл болсын, берекелі жыл болсын. Балапандарымыз аман болсын, өсіп, өнсін, дендерің сау болсын. Аумин.